Іздеу жүйесінен қарағанда принтерлер жылдан болды. Epson көзілдірігі жақында сатылымға шығарылады. Microsoft ақылды сағат шығаруға асығар емес. Адамдар виртуалды көзілдірігі арқылы құс секілді ұша алатын жағдайға жетті. Бәріңе сәлем. Пранет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Бағдарламаны Epson Google-дың алдын орап кеткені жөніндегі ақпардан бастаймыз. Google корпорациясының көзілдірігі таңдаулы адамдарға ғана қол жетімді. Осыны ескерген Epson нарыққа смарт құрылғының екінші буынын шығарып үлгерді. Бірден айту керек, жаңа өнімнің кемшін тұстары бар, бірақ бағасы Google Glass-тан әлде қайда төмен. Сөйтсек, смарт көзілдірік шығарумен жалғыз Google айналыспайды екен. Maverio BT200 сатылымға түсті. Бұл Epson компаниясының өнімі болып табылады. Гаджетте бір емес екі экран қарастырылған, олар мөлдір болып келеді және линзаның пішініне сәйкестендірілген. Кейбір ақпарат көздері таратқан мәлімет бойынша виртуалды дисплейді диагоналі 80 дюйм болатын үжді экранмен салыстыруға болады. Жалпы Google және Epson ұсынған көзілдіріктер бір-біріне ұқсамайды. Іздеу жүйесі девайс тұтынушыларға арналған десе, Epson Maverio жұмысшыларға көмекші болады дейді. Мәселен, арнайы қосымша бір көзге компьютерді жинау схемасын көрсетсе, келесі маман қоймадағы тауардың орналасуы туралы мәлімет алады. Maverio 2011 жылы шығарылған Android 4.0 операциялық жүйесі негізінде жұмыс істейді. Онда қозғалыс датчигі, Bluetooth модулі және сыртқы камера қарастырылған. Арнайы тачпад арқылы девайсты басқаруға болады. Ол көзілдірікпен сым арқылы байланысады. Epson көзілдірігі 700 ақш долларына саудалануда, ал Google өнімі 2 есе қымбат және көзілдірік тек күз мезгілінде саудаға түседі. Әлемнің ірі өндірушілері жаңа салаларды игеріп осы бағыттағы жетістіктермен бөлісіп жатса, Microsoft-тан ешқандай хабар жоқ. Бірақ белгілі болғаны софтверлік алпауытта тұтынушылардың ақылды сағат құрылғысымен қуантпақ ниетте екен. Кейбір ақпарат көзі таратқан мәлімет бойынша Microsoft сонау 2011 жылы ақылды сағатқа патент алған. Құжат патент бол тілшілерінің назарына түсті. Суреттен гаджет тікбұрышты екенін көреміз. Белгілерге назар салып қарасақ, девайс фитнеске арналғанын байқауға болады. Одан басқа сағатты спортпен айналысу жабдықтарына қоса аласыз. Патентте сондай құрылғыны қуаттау тәсілі көрсетілген. Windows сағат док станцияға орнатылады. Және білезікті шешіп, оны ауыстыру мүмкіндігі қарастырылған. Әзірге гаджет сатылымға қашан шығарылатыны жөнінде ешқандай ақпар жоқ. Сарапшылардың болжамы бойынша, патент басқа компанияларға сатылмаған жағдайда өнім күз мезгілінде дүкен сөрелерінде пайда болуы тиіс. Қолды құстың қанаты секілді қағып бір орында секірсеңіз 1 метрге дейін көтерілуге болады. Ал виртуалды жағдайда 100 метрге дейін қалықтау қарастырылған. Мұндай мүмкіндікті бізге Oculus Rift көзілдірігі ұсынып отыр. Енді әуеде қалықтап жүрген адамның бейнесін сырттай бақылап көрелік. Birdly қондырғысы мен Oculus компаниясы ұсынған виртуалды сәт бас киімі адамға еркіндік сыйлап, өзін құс секілді сезінуге мүмкіндік береді. Бәрі де барынша шындыққа жанасады. Ол үшін қолды дұрыс сермеп жан-жаққа қарау керек. Тіпті жылдамдықты арттыратын болсаңыз, жел үрлейтін құрылғының да күші арта түседі. Әрине, көзге көрінетін ландшафтың сапасы сын көтермейді. Бірақ бұл жобаның басы ғана. Сондықтан осындай кемшіліктердің көзі жойылады деген үміттеміз. Бір сөзбен айтқанда, Oculus Rift көзілдірігін Норвегия әскерилері қолданып келеді. Осы девайстың көмегімен танкішілер машинаны басқара алады. Өйткені танк бортында айналасындағы көріністі толық көруге мүмкіндік беретін кең бұрышты камералар орнатылған. Екіншіден, әскерилер осылайша үнемдеді. Өйткені сарбаздарға арналған өнім Oculus көзілдірігінен қарағанда қымбатқа түседі. Хабарымыздың соңында әдеттегідей ғаламтордан алынған қызықты бейнебаян айдары. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24KZ сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пранет бағдарламасын әлеуметтік желіде бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.